тақырыбы пайдалы тағамдар, тағам түрлері. Сабақтың смарт мақсаты. Назарларыңызды бейнероликке аударыңыздар. Қазір сіздер пайдалы тағамдар туралы бейнероликті тамашалайтын боласыздар. Қуатты тағамдарды тұтынған жөн. 3 негізгі ас пен 2 жеңіл тамақтың арасы 3 сағаттан аспағаны абзал. Сіздерге пікір бөлісу үшін мынадай ашық түрдегі сұрақтар беріледі. Спорттан бөлек денсаулықты нығайтудың қандай жолдарын білесіздер? Дұрыс тамақтану керек, уақытында ұйықтау керек және тұру керек таңертең. Яна көп жеміс-жидектерді жеу керек. Балалар, қазір сіздердің алдарыңызға кейстер тапсырылады. Әрбір кейсте тапсырмалар және жағдаяттар берілген. Сіздерге берілген уақыт аяқталды. Досыңыз екеуміз қазақ ауылында жазған демалысты өткізгіңіз келді. Фаруқ және Амина, сіз палау дайындау үсілін білесіздер ме? Жоқ, білеміз. Болмаса мен сіздерге көрсетейін. Ең бірінші түрде біз қазанға майды қоямыз керек. Майда қыздырдық. Май қызған соң біз пиязды турамыз керек. Ал біз неше пиязды қосамыз? Біз ши дайындауға таңдадық. Себебі бұл орыс халқының тағамы. Картопты турап, жуып, соны етпен араласып қосамыз. Біз жұмыртқаны бәрін қосып, содан кейін біз оны ұнға қосамыз. Қалды. Соль, тұз. Морковь, сәбіз. Яблоко, алма. Біз кейс стадия арқылы жаңа сөздер үйрендік. Өте пайдалы технология екен.